Қазір мен сендерге сұрақ қоямын. Сұраққа келіссеңдер, қол шапалақтаңыздар. Бүгінгі көңіл-күйлерің тамаша ма? Бүгінгі сабаққа атсалысып, белсеніп сол сұрақтардың барлығына жауап береміз ба? Бүгінгі сабақты қызық өткіземіз ба? Қазір біз ойын ойнаймыз. Мысалы, сендер өз есімдеріңе басталатын бір сөзді айтасыңдар да, өз есімдеріңді қосып айтасыңдар. Мысалы, менің есімім Жанель, Жігерлі Жанель деген сияқты. Мына жақтан басқа. Мирас, қандай Мирас? Өз есімден басталатын әріптен айтады. Мықты Мирас, жақсы Жандос. Келесі. Айта ғой. Айкенай. Ақылды Айкенай, иә? Айша, қандай Айша? Ақылды. Айзере. Әдемі Айзере. Бүгінгі біздің сабақта қазір видео көрсетемін сендерге. Мына жерде бізде жұмбақтар берілген. Жұмбақтарды шешейік. Бірінші жұмбақты кім оқысы келеді? Еркежан? Мен сөйлейді, бірақ тоқта ол жүргенде. Кім біледі жауабын? Дұрыс. Қазір тексерейік жауабын. Дұрыс жауабы Бағдаршан. Келесі жұмбақты кім оқиды? Абубакар? Кеше бала аяңдайды. Адам тасып аяңдайды. Машина, тағы машинаға ұқсайтын? Автобус. Келесі бұл бізде автобус. Үшінші жұмбақты кім оқиды? Алин? Жалғанған ел ортасын жатыр тосып арқасын. Жауабы бізде? Жоқ. Бағдаршамға қатысты бізде не бар? Жауабын тексерейік, иә, бірге. Жауабы бізде көпір екен, иә. Келесі кім жауап береді? Жауап бере ғой. Үзеңгісін тектім, зымырап кеттім. Жоқ. Самолет. Үзеңгісі бар, ол не бізде? Вертолет. Бұл бізде көліктің түрі, сендер айдайтындар ол көлік не? Жоқ. Жауабы көлік, велосипед. Жауабы велосипед бізде. Енді қараңдаршы, балалар тақтада бізде не бейнеленді енді? Жолға қатысты ережелер. Бұлар бізде не деп аталады? Жол белгілері, иә? Сонымен бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы жол белгілерін білеміз бе деп аталады. Сабақтың мақсаты тыңдалым мәтіні бойынша мәтіннің мазмұнын түсініп, мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау және бізде тілдік бағдар сіңесінің мағыналық түрлерін ажыратуды бүгінгі сабақта үйренетін боламыз. Қазір біз 3 топ бойынша жұмыс жасаймыз. Мысалы, 3 топқа, бірінші топ қызылдар, сарылар және жасылдар топ. Осы топ бойынша бүгін біз сабақта тапсырмалар орындаймыз. Қазір сабаққа қатысты видеоролик көрейік. Жұмыс тәртібін сақтауда жол белгілерін білу қажет. Жол белгілері дегеніміз көлік қозғалысын реттеу және көлік жүргізуші мен жаяу жүрушіге маңайдағы жол жағдайы жөнінде ақпарат беру. Яғни көше мен жол бойына қойылатын арнайы белгілер. Жол белгілері 7 топқа бөлінеді. Бірінші топ бұл ескерту белгілері. Ескерту белгілері жолдың қауіпті бөлігінің жақындағанын хабарлайды. Ол айналасы қызыл жолақпен көмкерілген ақ түсті тең қабырғалы 3 бұрыш түрінде жасалып, ортасына қауіп түрін айқындайтын шартты белгілер салынады. Екінші топ бұл басымдылық белгілері. Басымдылық белгілері көше қиылыстарын, жолдың жіңішкерген бөлігін, кесіп өту кезектілігін белгілейді. Олар пішіндері мен түстері әртүрлі жол белгілерінен тұрады. Үшінші топ тыйым салу белгілері. Тыйым салу белгілері жолдағы көлік қозғалысына белгілі бір шектеулер енгізеді. Қандай жол белгісі? Ескерту. Жоқ, бұл ескерту жол белгісі. Басымдылық белгісі. Бұл бізде қандай фигурада белгілі? Үш бұрыш жағы. Түсі қандай? Көк, тағы. Адам белгіленген. Ішінде адам белгіленген. Біз сонда зат есімді немесе айналадағы заттарды сипаттаған кезде қандай сөздер қолданамыз, білеміз бе? Қандай? Мысалы, біз қазір жол белгілерін сипаттадық. Бұл 4 бұрышты. Ішінде ақ, көк суреттер бар. Түстері. Зат есімді сипаттайтын белгілер бізде қалай аталады? Сын есім деп аталады, иә? Қазір сын есім туралы видеоролик көреміз. Содан кейін тапсырмалар орындаймыз. Қалмақ, бағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі, қызыл, сары, ақ, көлемі, кіші, үлкен, ұзын, салмағы, ауыр, жеңіл, дәмі, ашық, тәтті, қышқыл, пішіні, сүйір, сопақ, домала. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігінде ақылды деп едің ғой, осы ақылды сөздер туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Түсін, көлемін, өлшемін, дәмін және сапасын білдіреді. Сын есімдер бізде негізгі және туынды бөліп бөлінеді. Негізгі деген сын есімдер ол қандай сын есімдер? Айнын?
негізгі сын дегеніміз ол бір сөзден құралатын. бір ғана түбірден жасалатын сын есімдер бізде негізгі сын есімдер. Міне мұнда мысалдар тұр. Көк, таза, тәтті, терең, сұлу, үлкен, ақ деген сын есімдер бізде негізгі сын есімдер. Ал туынды сын есімдер дегеніміз не? Жандос? Басқа жауап жауғандықтан ол сын айналады. Ол туынды сын есімдер деп аталады. Міне, мына жерде әлсіз, тәртіпті, тәрбиелі деген сөздер. Әлсіз деген бізде әл деген зат есім, күш-қуат деген білдіреді. Оған сөз деген жаңақты жазылып, әлсіз яғни күші жоқ деген адамды білдіреді. Сонымен жол белгілерін қарасам, сабақтың соңында кімде көп жол белгілер болады, ол ұшқа жоғары балл қоямын. Бір жол белгісі бір балл есептеледі. Кім жазады және бірінші? Кәсіпте орындаймыз. Бұл жерде бізде тапсырма берген сын есімдерді 3 топқа бөліп жазамыз, туынды, негізгі және күрделі сын есімдер. Негізгі сын есім ауыр. Туынды зат есім сабырлы сын есім. Сын есім сабырлы, сыртқы, шыдамды, ағашсыз, білгіш, алғыр. Күрделі зат есім жап-жасыл, қою, қара, тәп-тәтті, қоңыр аяқ. Жарайсың. Негізгі сын есімдер ауыр. Жолды сын есімдер сабырлы, шыдамды, ағашсыз, білімді, алғыр. Күрделі сын есім жап-жасыл, қою, қара, тәп-тәтті, қоңыр аяқ. Негізгі сын есім ауыр, қою, қара, туынды сын есім сабырлы, сыртқы, шыдамды, ағашсыз, білгіш, алғыр. Күрделі сын есім жап-жасыл, қою, қара, тәп-тәтті, қоңыр аяқ. Жап-жасыл, қою, қара, тәп-тәтті, қоңыр аяқ. Жарайсың. Түрлі түстер көрсетеміз. Тынышталамыз. Қазір есімдерге бағдар жандардың түстерін көрсетеміз. Орнымыздан тұрамыз барлығымыз. Сосын есімдерге жасыл түс көрсеткенде қозғаламыз барлығымыз. Әртүрлі қимылдар жасаймыз. Сары түс көзін істейміз. Дайындаламыз. Ал жасыл түс көзінде тоқтаймыз. Тоқтап қимылдауымыз керек. Кім қимылдай, сол үшін бір алдына зиян тастаймын. Қазір не қандай түсіндерді? Қимылдаймыз барлығымыз. Қозғаламыз. Не істейміз? Сары түсте дайындаламыз. Тағы. Кім бізде қозғалып қойды? Әйзеге қозғалмады. Жарайсыңдар, отырамыңдар. Бізде тапсырма қандай екен берілген? Берілген есімдерді қатыстырып, сипатты мағынасын түсіндіріп. Тапсырманы алдық па? Міне бұл бізде үшінші топтың жұмысы, төрт көрсетіп жүргеніне көрі жаяу жүргіншілер жол береді. Жарайсыңдар, есімдерге әрқайсысына бір болды. Келесі үшінші топ. Балалар ол ішкірістің мектептеріне қатысып жатырады, ол қозғалысты және ескерткіш белгісіне жатады. Бізде бірінші топ қандай мектептерді анықтап көрсеткен. Сондықтан да үшінші топқа бізде ең жоғары балл 2 баллдан қоямыз. Қазір балалар, біз сабақтың қорытынды ретінде сендерге осындай ашық хат таратамын. Соның ішіне сендер бүгін сабақта қандай әсер алды, сол туралы өздерің аты-жөндеріңе жазыңдар, иә? Аты-жөніңізді сыныпқа жазамыз.